Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пеште пісетін тауықтың аяқтарын күнделікті өзімнің жасап жүрген неше жылдан бері жасап келатқан тәсіліммен бөлісетін боламын. Ол үшін соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауығымызды жақсылап жуып аламыз. Одан кейін соусын дайындайтын боламыз. Бұл жерде менде майонез, бұрыш, паприка, тұз және тауыққа арналған специя. Одан кейін сұйық майды құйып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламын. Әдемілеп, асықпай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тауықтың үстіне құятын кезде бұны екі бөліп құямыз. Тауыққа бөлек және картошкаға бөлек алып қаламыз. Одан кейін осы тауығымыздың үстіне 3 немесе 4 ас қасықтан салып, жақсылап барлығын қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Немесе қолдарыңызбен араластырсаңыздар болады. Маған қасықпен ыңғайлы болды. Қасықпен барлығын жақсылап, асықпай бір-біріне сіңдіріп араластырып аламын да, одан кейін бір немесе жарты сағатқа маринадтауға қойып қоятын боламын. Негізі маринадтайтын кезде картошка болсын, тауығыңыз болсын, осындай үлкен ыдысқа салған ыңғайлы, өйткені араластыру удобный болады. Одан кейін осы маринадталған тауықтарымызды алып, кішкентай ыдысқа салатын боламыз, өйткені қазір бұл үлкен ыдысымыз бізге керек болады. Одан кейін бізде салмасына картоп, жуа, сәбіз, қызанақ және тәтті бұрыш барлығын жуып, алдын ала сыртын ашып алатын боламыз. Одан кейін картошкаларымызды осылайынан бөліктерге бөліп аламыз. Жуамызды әдемілеп жақсылап турап, сәбізімізді турап аламыз. Негізі қалауларыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыздар да болады. Одан бөлек баклажан, тағы да қандай көкөністер бар, брокколи, соларды қосып жесеңіздер болады. Әркімнің таңдауына байланысты. Бұл жерде мен жасап жатқан тауықтың аяқтары, яғни 5 адамға арналған порция. Егер сіздер көп адамға жасайтын болсаңыздар, 2 есе көбейтуге болады. Менде бұл жерде қызанақ пен тәтті бұрыш, яғни мұздатылған, мен қысқа қарай осылайынан дайындап қоямын барлығын. Содан кейін осындай бір тамақ істеген кезде үстіне салып жерсеңіздер болады. Одан кейін бағанағы алып қалған жарты соусымызды осының үстіне қойып, қайттан барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Асықпай бәрін бір-біріне сіңгенше араластырып алыңыздар. Одан кейін тапамызға майымызды құйып, барлық шет-шетіне жеткізіп жағып аламыз. Одан кейін осы картошкамызды, жуамызды, соларымызды салып, жақсылап біркелкі қылып қойып аламыз да, одан кейін үстіне жаңағы тауықтың аяқтарын әдемілеп салып шығатын боламыз. Пешке салмас бұрын бетіне фольганы жапсаңыздар болады. Ол видео менде түспей қалыпты. Фольганы жауып қойсаңыздар, яғни ол майлары, артық нелері пештеріңізге ұшпайды, яғни оны артынша жуып әуре болып жүрмейсіздер. Яғни пештеріңіз тап-таза болып тұрады. Бір жағынан соусы, суы, майы бәрі ішінде қалып, сочный болып пісетін болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 1,5 сағат пісіріп аласыздар. Мінекей қараңыздар, осылайынан күшті болып пісті. Майы, суы, соусы бәрі өзінде тұр. Қалауларыңыз бойынша сәндеп ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк, комментарий басуды ұмытып кетпеңіздер. Қош сау саламатта болыңыздар.